Баршаңызға сәлем. Бұл видеода түрік тіліндегі дауысты дыбыстарды түсіндіреміз. Дауысты дыбыстар қалай бөлінеді, қаншаға бөлінеді және неге маңызды. Түрік тілінде жіберілетін көптеген қателіктер осы дауысты дыбыстарды дұрыс білмегеннен жіберіледі, сондықтан жасалады. Сол себепті осы видеоны жақсылап қарап, түсініп, дауысты дыбыстарды қалай жіктейміз, соны біліп алыңыздар. Сонда сіздер қазір жасап жүрген қателіктерді жасамайтын боласыздар. Өздеріңіз де білетіндей, түрік тілінде 29 әріп бар. Түрік тіліндегі 29 дыбыстың 8-і дауысты, 21-і дауыссыз. Дауысты дыбыстарымыз А, Э, И, О, Ö, У, Ö. Осы 8 дауысты дыбысты біз 3 топқа бөлеміз. Бұлар дәл қазақ тіліндегі секілді тілдің, еріннің, жақтың қатысына қарай бөлінеді. Біріншісі бұл жуан және жіңішке дауыстылар. Жуан дауыстыларымыз А, О, У. Жіңішке дауыстыларымыз И, Ö, Ö. Келесі топ бұл еріннің қатысына қарай еріндік және езулік. Мұны түркшеде дүз үннілер және юварлак үннілер деп айтамыз. Юварлак дегеніміз бұл мағынасы дөңгелек дегенді білдіреді, ал дүз түзу, тегіс. Дыбыстау барысында егер ерініміз дөңгеленетін болса, онда бұлар юварлак үннілер. Бұл әріптер О, Ö, У, Ö. Осы дыбыстарды шығарып қайталасаңыздар, өздеріңізде еріндеріңіздің дөңгеленгенін байқайсыздар. О, Ö, У, Ö. Осы 4 еріндік дауысты дыбысты, яғни 4 юварлак үннілері жаттап алсаңыздар, дүз үннілерді табу оңай болады, оларды ажырату оңай болады. Келесі бұл жақтың қатысына қарай гениш ве дар үннілер. Дар дегеніміз тар, яғни қысаң дауыстылар, гениш ашық дауыстылар. Қысаң дауыстыларымыз I, I, U, Ö. Ал ашық дауыстыларымыз A, E, O, Ö. Бұл жерде де осы дыбыстарды дыбыстау барысында үстіңгі жақ пен төменгі жақтың бір-біріне жақындауы немесе алыстауына қарай. Егер жағымыз бір-біріне жақындайтын болса, онда бұлар дар, қысаң дауыстылар. Ал егер алыстайтын болса бір-бірінен, онда бұлар ашық, яғни гениш үннілер. Осы 3 топты жақсылап жаттап алыңыздар. Яғни қалың инже, дүз юварлак ве гениш дар. Негізі қиын емес. Жуан мен жіңішкені ажырату, немесе юварлак пен дүзді, дар мен геништі ажырату қиын емес. Осыларды жаттап алыңыздар. Себебі түрік тілінде жалғаулардың барлығы осы дауысты дыбыстарға қарай жалғанады. Міне мына жерде 8 дауысты дыбыстың әр қайсысы қалай жіктеледі, сол көрсетілген. Мұны өздеріңізге жазып жаттап алсаңыздар болады. Мысалы А әрпі қалың, дүз және гениш, яғни жуан, езулік, сондай-ақ ашық. Әрпі жіңішке, езулік, ашық. Әрпі жуан, езулік, қысаң деген секілді. Осыларды жаттап, әрқайсысы қалай жіктелетінін біліп жүріңіздер. Келесі ереже. Büyük ve küçük ünlü uyumu. Түрік тілінде büyük ünlü uyumu және küçük ünlü uyumu деген ереже бар. Бұл дегеніміз жуаннан кейін жуанның, жіңішкеден кейін жіңішкенің келуі, не болмаса езулік әріптерден кейін езулік әріптердің, еріндік әріптерден кейін еріндік немесе езулік әріптердің келуі. Türkçe'de bir kelimenin son hecesindeki ünlü kalınsa, kelimeye gelen ek de kalın, son hecedeki ünlü ince ise ek de ince olur. Bu kurala büyük ünlü uyumu denir. Яғни büyük ünlü uyumu дегеніміз бұл түрік тілінде сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыс егер жуан болса, одан кейінгі жалғанатын жалғау жуан, ал дауысты дыбысымыз жіңішке болатын болса, соңғы буындағы,
одан кейінгі жалғанатын жалғауымыз жіңішке болады. Мына жерде мысалдары бар. Мысалға, дизи деген сөздегі соңғы буындағы дауысты дыбысымыз и жіңішке болғандықтан жалғауымыз да жіңішке болып тұр. Дизилер, көптік жалғау. Түрік тілінде екі ғана көптік жалғау бар, лер және лар. Дизилар демейміз, себебі соңғы дауысты дыбысымыз соңғы буындағы, бұл жіңішке. Göçmenler, yazılımlar, öğrenci, öğrencilerden. Мысалы, öğrenci дегенде и жіңішке болды, оған лер жалғадық. Лерден кейін неге ден келді? Себебі лер дегендегі харфі жіңішке, одан кейінгі жалғауымыз да жіңішке болды. Білесіздер, түрік тілі сондан еклемелі, яғни жалғамалы тіл, соңынан жалғау жалғанып кете береді. Araştır, araştırmacılar. Мысалға, araştır деген сөздегі соңғы буында дауысты дыбыс бар. Жуан дауысты. Araştırma, araştırme болмайды, araştırma болады, себебі жуаннан кейін жуан келу керек. Araştırmacı, araştırmacılar geliştirmektedir, olmamaktadır. Таблоларын, мұның барлығында жуаннан кейін жуан, жіңішкеден кейін жіңішке жалғанып тұр. Бұл ережені біз бүйік үнлі ұйымы деп айтамыз. Түркшеде солай аталады. Ал енді küçük үнлі ұйымы. Küçük үнлі ұйымы дегеніміз не? Türkçe'de düz ünlü ile biten kelimelerden sonra düz ünlülü bir ek, yuvarlak ünlü ile biten kelimelerden sonra ise düz veya yuvarlak ünlülü bir ek getirilir. Bu kurala küçük ünlü uyumu denir. Яғни küçük ünlü uyumu дегеніміз соңғы буында езулік дауысты дыбыстар болатын болса, яғни а, и болса, одан кейінгі жалғанатын жалғауда осы дауысты дыбыстардан тұратын жалғау болуы керек. Ал егер еріндік болатын болса, о, у, болатын болса, соңғы буында, онда одан кейінгі жалғанатын жалғау düz ya da yuvarlak, езулік немесе еріндік болады. Бірақ ешқашан düzdен sonra yuvarlak gelmez. Яғни ешқашан езулік дауысты дыбыстардан кейін еріндік дауысты дыбыстар келмейді. Мына жерде мысалдарды қарайық. Sonuç, sonuç дегендегі у, соңғы буындағы дауысты дыбысымыз у, бұл yuvarlak. Сондықтан sonuç tur diyor. Sonuç tır, sonuç tir демейді. Sonuç tur. Sanat tır. Acımasız, acımasuz болмайды. Себебі düzdен sonra düz gelmesi lazım. Sorundur, köyümüz, bitirdikten, gördüm, sormuştum. Бұл екінші ережеміз дауысты дыбыстарға қатысты. Міне мына жерде соңғы буында қай әріптер болса, одан кейінгі жалғанатын жалғаулар қандай әріптермен болуы керек, сол көрсетілген. Мысалы, біздің соңғы буынымыздағы дауысты дыбыс а, болатын болса, жалғауларда а, болады. Мысалы, yıl, yıllarca, kadın, kadını. И болатын болса, и жалғанады. Güneş, güneşli. Bilinç, bilinçsiz. Бұл жердегі а, жуан, и жіңішке. Және а, и бұл төртеуі düz үнлілер. Әр қарай о, у жуан әрі yuvarlak бұлар. O'dan кейін a, келеді. Яғни düz немесе yuvarlak үнлілер келжек. Dostumuz, dost, o, dost, dostumuz. Енді қараңыз. Telefon, telefon дегендегі o әрпі жуан және еріндік, қалың ве yuvarlak. Оған lar жалғанды. Larдағы а ол yuvarlak емес, düz. Яғни жаңағы ережеге сәйкес, küçük үнлі ұйымының ережесіне сәйкес, düzdен sonra düz, yuvarlaktan sonra düz veya yuvarlak eklenecek. Яғни мына жерде одан кейін а жалғанып тұр. Сондай-ақ өден кейін жалғанады. Mesela sözler, söz дегенде әрпі yuvarlak, яғни еріндік. Лер деген жалғаудағы харфі бұл düz, езулік. Себебі түрік тілінде екі ғана көптік жалғауы бар, лар, лер. Осы екеуінің бірі ғана жалғану керек.
Бұлар да жуаннан кейін жуан, жіңішкеден кейін жіңішке болып жалғанады. Tüylü, yuvarlaktan sonra yuvarlak eklenmiş burada. Evet, ses uyumunda önceki sesin özelliği sonraki sesi belirlemektedir. Kelimeye bir ek gelmesi durumunda ekin ince, kalın, düz veya yuvarlak olması son hecedeki ünlüye bağlıdır. Яғни бұл жердегі айтылып отырған нәрсе, жалғанатын жалғау соңғы буынға қарап жалғанады дейді. Яғни біздің соңғы буынымыздағы дауысты дыбыс жуан болса жуан жалғау жалғанады, жіңішке болса жіңішке жалғау жалғанады. Еріндік, езулік болатын болса, езуліктен кейін езулік, еріндіктен кейін езулік немесе еріндік дауысты дыбыстар жалғанады. Міне мына жерде ескертулер бар. Yabancı kökenli sözcükler ünlü uyumu kuralına uymayabilir. Bu kelimeler istisnadır. İstisna kelimelerde bu uyum aranmaz. Ескертуде бізге кірме сөздер, яғни басқа тілдерден енген кірме сөздер бұл ережеге бағынбауы мүмкін дейді. Міне сондай сөздердің тізімі бар мына жерде бірнеше сөз. Бұлар араб және парсы тілдерінен басқа тілдерден енген, түрік тіліне басқа тілдерден енген сөздер. Бұл сөздер жаңағы büyük үнні ұйымына немесе küçük үнні ұйымына бағынбайды. Мысалы, kalp дегенде а жуан дауысты дыбыс болғанымен бұған жалғанған жалғауымыз жіңішке жалғанады. Kalpler, vokaller, semboller, saatler, harfler, hayaller, roller. Dikkat, dikkatli, şefkatli, kontrollü, sadakat, sadakatli, general, admiral, hal, harf, seyahat, kristal, sual, sualsiz, mesela sualsız demeyimiz sualsiz деген секілді кірме сөздер бұл ережеге бағынбайды. Сондай-ақ tek biçimi bulunan eklerde de uyuma uyulmaz дейді. Яғни бір ғана формасы бар кейбір жалғаулар бұл ережеге бағынбайды. Яғни соңғы буындағы дауысты дыбыстың жуан немесе жіңішке болуына қарамастан жалғана береді. Себебі бұл жалғаулардың бір ғана формасы бар. Олар міне йор, даш, кен, ки, лейн, ымтырақ. Мысалы, йор деген жалғаудың йөр деген формасы, ер деген формасы жоқ. Даш, деш деген форма жоқ, тек қана даш. Кен, мысалы, кан демейміз. Бен, çocuk, ken. Çocuk kan деп айтпаймыз, çocuk ken. Себебі бұл жалғаудың тек бір ғана формасы бар. Ки, лейн, ымтырақта сондай жалғаулардан. Ses düşmesi degenimiz дауысты дыбыстың түсіп қалуы. Son hecesinde dar ünlü bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Яғни соңғы буындағы дауысты дыбысымыз қысаң дауысты дыбыс болатын болса, и, у, болатын болса, сол сөзге дауысты дыбыспен басталатын бір жалғау жалғанғанда соңғы буындағы қысаң дауысты дыбыс түсіп қалады. Бұл түркше сөздерде де және сондай-ақ кейбір кірме сөздерде де осылай. Мысалы, ауыз деген сөзде соңғы буында әрпі қысаң дауысты дыбыс. Бұған дауыстымен басталатын бір жалғау жалғайтын болсақ, мысалы, ağzında ne var? Ağzında ne var? Аузыңда не бар? Boyun, boynunda, boynum ağrıyor. Boyunum ağrıyor емес, boynum ağrıyor дейміз, ya. Немесе burun, burnu akıyor. Çocuğun burnu akıyor. Karnım acıktı. Karınım acıktı емес, karnım acıktı дейміз. Emir, isim, бұлар кірме сөздер. Kayıp, fikir, asır. Fikrini söyle. İsmin ne? Vaktim yok. Деген секілді бұл сөздерге де дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанғанда соңғы буындағы қысаң дауысты, яғни зар үнлі түсіп қалады. Мұны біз түрікшеде ses düşmesi немесе үнлі düşmesi деп айтамыз. Келесі дауысты дыбыстарға қатысты ереже бұл даралма. Даралма, тарылу, яғни қысаңдану деген сөз. Son hecesi a, e sesleriyle biten kelimelere
yor eki getirildiğinde a, e ünlüleri ı, i, u, ö seslerine dönüşür. Яғни а және э әріптерімен аяқталатын сөздерге, етістіктерге йор жалғауы жалғанғанда а және э дауысты дыбыстары ы, и, у, ö болып өзгереді. Мысалы, kalp rahatsızlığı olan hastalar yağlı gıdalar tüketmiyor. Мына жерде kalp дегенде л қалып кетіпті. Tüketmiyor. Tüketmemek. Tüketmemek. Tüketmek деген етістікке бұл жерде ме деген болымсыздық жалғауы жалғанған. Бірақ оған йор жалғанғандықтан соңғы әрпі иға айналып тұр. Rehberler turistler için eğlenceli tur planları hazırlıyor. Етістігіміз hazırlamak амен бітеді. Йор жалғанғандықтан бұл болып өзгеріп тұр. Екіншісі, қай кезде қысаңдану болады? İki ünlü arasına giren y ünsüzünün d ve y fiillerinde daraltıcı etkisi bulunmaktadır. Yani екі дауысты дыбыстың арасына қойылатын y әрпі d demek және e yemek осы екі етістіктегі соңғы әріптерді қысаңдандырады екен. Yani әрпі i болып өзгереді. Anadolu delisini genellikle Mecnun diyerek sever. Бұл жерде demek деген етістіктегі әрпі i болып өзгерді. İstediğini yiyip kilo almamak herkesin hayalidir. Yemek дегенде де не болды? Екі дауысты дыбыстың арасына қойылған e harfi ni i қылып өзгертті. Kural, iki ünlü arasına giren y sesinin D ve Y fiillerinde daralmaya neden olması yalnızca deyip ve deyince örneklerinde istisnadır. Яғни екі дауысты дыбыстың арасына қойылатын е әрпі D және E етістіктерінде ni i қылып өзгертеді, бірақ мына екі сөзде бұл ереже сақталмайды, яғни сөзіміз, дыбыстарымыз өзгермейді дейді. Deyip және deyince деген дәл осылай қалады. Бұда лерді өзгертпейміз, яғни deyip deyince демейміз, deyip deyince деп айтамыз. Міне дауысты дыбыстарға қатысты ережелер осылар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.